мектепте 2-ші сынып оқушылары. Біз біргеміз. Оқушылар, ата-аналар. Біз бірігіп, бірге жұмыс жасасақ, барлық қиыншылықты бірге жеңеміз. Құрметті ата-аналар, оқушылар. Біз сіздерге қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Сіздер біраз уақыт ерекше түрде білім алатын боласыздар. Бұл қалыпты сыныптан өзгеше білім алу түрі. Қашықтықтан оқу кезінде жаныңдағы мұғалім, сыныптасың болмайды. Сен енді үйде отырып, өз бетіңше оқитын боласың. Бұл оқудың табысты болуы өздеріңізге байланысты. Компьютер, смартфон, ойын үшін емес, енді оқу үшін. Қашықтықтан оқу кезінде сендер уақытты басқаруды, өзіңізді ұйымдастыруды, өзін-өзі сақтауды үйрене бастайсыңыздар. Қашықтықтан оқу балаңыздың оқуға деген ерекше ынтаны қажет етеді. Қашықтықтан оқу дегеніміз үнемі компьютердің алдында отыру деген емес. Қашықтықтан оқу аз мөлшердегі онлайн сабақ және көп мөлшердегі баланың жеке оқуы. Ендеше біз бүгін сіздермен қазақ тілі және математика сабағы бойынша өткен сабақтарды қысқаша еске түсіру мақсатында тапсырма беріп отыратын боламыз. Алдағы уақытта болатын сабақтарда осы тапсырмалар түрінде өтетін боламыз. Әр пәнге бөлек тапсырмалар беріліп отырады. Бұл беріліп отырған сабақ сіздерге дайындық есебінде беріліп отыр. Ендеше сәттілік. Математика пәні бойынша есептерімізді бастаймыз. Математика пәнінен бізде бірінші есепте өткен сабақты қайталау, қосу және азайту бойынша есептер шығару. Біз тапсырманы бастарда жаңа дәптер арнап, оған дәптерге жазу ережесін сақтай отырып, жоғарыдан бір тор тастап, күннің жадын жазамыз. Және есептерді шығару барысында күннің жадын жазғаннан кейін бірінші есептеп, қапталдан 2 тор тастап, бірінші есептеп жазып, есептерді жаза бастаймыз. Есептерді жазып болғаннан кейін келесі екінші есепке көшеміз. Екінші есебіміз бізде теңдеуді шешу есебі. Теңдеулерді шешіп, бізде бұл жерде теңдеудің жай теңдеу және күрделі теңдеу, 2 түрлі теңдеу берілген. Бұл тапсырмаларды орындауға, бұл 2 тапсырманы орындауға сендерге 10 минут уақыт беріледі. 10 минуттың ішінде тапсырмаларды дәптерге жазу ережесін сақтай отырып жаза, тапсырмаларды аяқтап, 10 минуттан кейін менің жеке өзіме ортақ чатқа, группаға емес, өзіме жібересіздер. Одан кейінгі 10 минуттан кейінгі тапсырма сіздерге ертеңге дейін берілетін тапсырма бұл үй жұмысы. Үй жұмысында сендерге өткен тақырыпты еске түсіру, яғни өлшем бірліктерін көрсет деген тапсырманы ыңғайлы көрдік. Бұл тапсырма сендерге өздеріңнің уақыттарыңды тиімді пайдалануға да пайдасын тигізеді, яғни еске түсіру арқылы пайдасын тигізеді деген үміттеміз. Үй жұмысы деген тапсырманы үйден орындайсыздар, яғни өздерің жеке орындайсыздар. Келесі біздің екінші пәніміз қазақ тілі пәні бойынша тапсырмалар орындаймыз. Қазақ тілінен сіздерге мынадай тапсырма алып отырмыз. Мәтінді көркемдеп көшіріп жазу, яғни сүйкімділік мәтінін көркемдеп жазамыз. Екінші тапсырма зат есімдерді тауып,
астын сызу. Одан кейін жекеше және көпше зат есімдерді астына бөлек көшіріп жазу. Бұл тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беріледі. Оқушылар, берілген тапсырманы менің өзімнің телефон номеріме жіберіңіздер, және де оны ортақ группаға жібермеңіздер. Сіздерге осы тапсырмаларды орындауда сәттілік тілеймін.